Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы жануарлардың фацелиозы. Сабағымызда қарастырылатын сұрақтар: фацелиоздың қоздырғышы, ауру қоздырғышының дамуы, фацелиоздың патогенезі, сыртқы белгілері, патологиялық анатомиялық өзгерістері, анықтау тәсілдері, емі, дауалау және фацелиозге жүргізілетін санитарлық шараларды қарастырамыз. Жануарлардың фацелиозы, яғни екі түрі болады: фациола гепатика, фациола гигантика қоздырады. Қоздырушылар бауырдың өт жолдарынан басқа өкпе, жүрек, лимфа түйіндері мен ұйқы безінде тоғышарлық күнелтеді. Адалискарийлер шөппен организмге еніп, миграция кезінде көптеген ұлпаларда табылады. Яғни таралуы фацелиоз 40-тан астам сүтқоректілер түрлері бейімделеді, бірақ көбінесе қой, ешкі, ірі қара малы, түйе, сиректе болса шошқа, жылқы, бұғылар, қоян және тағы да басқа зақымдалады. Құстар фацелиозге шалдықпайды. Шөлді жерлердегі табиғи жағдайлар фациоланың аралық иелері ұлулардың дамуына қолайсыз болғандықтан ауру мүлдем тіркелмейді. Қазақстан Республикасында фацелиоз оңтүстік облыстарында кеңінен тіркелген, ал солтүстігінде ауа райының қолайсыздығынан және қоздырушының даму үрдісінде ұзақ мерзім қажет етуі оның мүлдем таралмауына әкеп соғады. Ауру қоздырушының дамуы малдың бауырдың өт жолдарында, кейде өкпе, ұйқы бездерінде, көк бауырда және тағы да басқа мүшелерде тоғышарлық ететін фациола сыртқы ортаға жұмыртқаларын бөледі. Қолайлы жағдайда сыртқы орта температурасында 15-30 градуста, оттегі ылғалдық және жарық жеткілікті болғанда 2-3 аптадан кейін жұмыртқада мероциди, яғни алғашқы дамыған эмбрион қалыптасады. Судағы аралық есі тұщы су ұлулары, кіші ұлу гепатика, яғни және құлақша тәрізді ұлу гигантика мероцидияларды жұтады. Ұлулар жұтқан мероциди 2,5 айға дейін ішінде спороциста, реди, циркари сатыларынан өтіп, циркари суға бөлінеді. Кейіннен су жиегіндегі шөпке бекінген циркари құйрығынан айырылып, адалискариге айналады. Адалискарилар 300 күнге дейін сақталады, яғни сыртқы ортадағы шөпке адалискари жабысады. Қазақстанның оңтүстік аймағында адалискарилардың бір бөлігі қыстап шығып, келесі жылдың көктемінде жайылымға шыққан малдың залалдауына себеп болады. Мына суретте фацелиоздың даму циклі көрсетілген. Яғни фациоланың аралық иелері таяз, арық, көлдерде, батпақты жерлерде кездеседі. Патогенезіне келетін болсақ, яғни организмге тигізетін әсерлері механикалық, яғни өт жолдарында қозғала отырып зақым келтіреді өт жолдарына. Сонымен қатар өт қышқылының жылжуын тежейді. Екінші токсикалық әсері тіршілік нәтижесінде бөлінген токсиндер, яғни зиянды қалдықтармен уландырады. Үшінші инокуляторлық әсері ауған жас фациолалар ішек қуысынан бауырға микробтардың енуіне жол береді. Осының салдарынан тоқыраған өтті микробтар ыдыратып, организмнің улануына және басқа да инфекциялардың дамуына септігін тигізеді. Трофикалық әсері ересек фациола қанмен қоректенеді, сонымен бірге фациоланың тіршілік нәтижесінде бөлінген токсиндер қанға өтіп, яғни жүрек, тамыр, бүйрек, ас қорыту, тыныс алу жүйелерінің қызметін және зат алмасу үрдімдерін бұзады. Осыған байланысты организмде витаминдердің жетіспеуі, С витаминдердің азаюы, организмнің төзімділік қабілетінің төмендеуі аллергиялық әсерге әкеледі. Аурудың сыртқы белгілерінде жіті және созылмалы түрде өтеді. Яғни қой ешкілерде фациоланың ірі қара малмен салыстырғанда жиі жіті түрде өтуінің басты себебі ұсақ қара мал адалискариялармен көбінесе ластанған шөпті түбіне дейін жұтып жегеннен пайда болады.
Сонымен қатар ірі қара мал фациолаларының интенсивтілігінің аз болуына, олардың бауыры мен өт жолдарында дәнекер ұлпаның пайда болуы адалискариялардың әрі қарай өт жолдарына өтуіне кедергі жасайды. Келесі жіті ағымында күз уақытында инвазия интенсивтілігі жоғары болғанда көзі кілегей қабатының бозарып, кейде басқа да шыж қабаттарының сарғылт түске боялуымен сипатталады. Қан араласқан іші өтеді, кейде іші бүттеліп, яғни немесе өтуі байқалады. Дене қызуы 41,2-41,6 градусқа дейін көтеріледі. Жүрек соғуы жиілеп, яғни қан қысымы төмендейді. Әсіресе азық құрамында А витамині мен кальций тұздары жетіспегенде фациолоз ауруының өтуіне себепкер болады. Созылмалы ағымда аурудың сыртқы белгілері адалискарийлер жұтқаннан кейін 2 ай өткенде шыж қабаттарының бозаруымен, яғни сары түске боялады. Малдың жүні құрғақ, жиі түсіп қалады. Қабақ астында жақ, төс және құрсақ тұстарында салқын ісіктер пайда болады. Бауыр тұсын басқанда ауырсынады, бауыр шекарасы ұлғайған, ауырған қойдың жалған айналмаға ұқсап белгілері байқалады, іш тастау байқалады, азыққа қарамайды, яғни саулықтардың сүті сұйық, біртіндеп тоқырау үрдістері боялып, яғни мал көтерем болып өледі. Ірі қара малда әсіресе торпақтарда фациолоз созылмалы ағымда өтеді. Алғашқыда арықтаған мал аузына түскен азықты шайнай алмайды, тышқақ болады, темпания, атония байқалады. Яғни малдың сүті 50%-ға кемиді. Іш тастау, яғни байқалады, бауыр шекарасының ұлғаюы байқалады. Қызбамен, анемиямен, арықтаумен дамиды. Фациолоздегі патологиялық анатомиялық өзгерістерде мал өліксесі өте арық, құрсақ қуысы түссіз, сұйықтық, лимфа бездері ұлғайған, бауыры қызарған, көлемі мен салмағы бойынша 2-3 есе ұлғайған, үстіңгі бетінде қоңыр қызыл жолақтар байқалады. Сір қабаттарында ұсақ қанталаулар, дәнекер жамылығы бар. Өт жолдары кеңейген, катаральды қабынған, қоңыр қара түсті қоймалжың өт қышқылдары мен фациолаларға толы болады. Өт жолдары тамырларының қабырғасы қатайған, ақ тұстары сіңген, ішкі қабаты кедір-бұдыр болып келеді. Инвазия көп болғанда перитонит байқалады. Яғни кейде гепатит пен бауыр циррозы анықталады. Кейде талақ пен ұйқы безінде, өкпеде инкапсуляцияланған, яғни капсуламен қоршалған фациолалар кездеседі. Фациоланы қалай анықтаймыз? Тірі жануарларда диагнозды індеттанулық деректерге, сыртқы белгілерге, гельминтокапрологиялық зерттеулерге және иммунобиологиялық реакциялардың нәтижелеріне сүйеніп жүргіземіз. Яғни гельминтокапрологиялық зерттеулерде нәжісті біртіндеп шайып әдісі арқылы азоттың қышқылды қорғасын ерітіндісімен флотациялық, седиментациялық әдіспен Котельников, Хренов әдістерін жүргіземіз. Фациоланың жұмыртқалары, яғни микроскоптан қараған кезде ірі, сопақша, пішінді, сары немесе сары қоңыр, сыртқы қабаты тегіс, бір полюсінде қабықшасы, ал екіншісінде өскінді болады. Фациолоздың емінде, яғни бірнеше препараттар көрсетілген, яғни гексихол мысалға қойған 0,2 грамды килограмм салмаққа есептеп беретін болсақ, ірі қара малдарға 0,3 грамды килограмм салмақ дозада, яғни азыққа қосып беріледі. Сонымен қатар Эвамек плюс препараты малдың әр 50 килограмм салмағына есептелініп, 0,2 миллиграмм дозада терасына енгізу арқылы жүргізіледі. Фациолозды дауалауда сақтық дегельминтизация жылына 2 рет жүргізіледі. Яғни алғашқы дегельминтизациядан кейін 3 ай өткеннен кейін барып
қайтадан дегельминтизация жүргізіледі. Жайылымға шығар алдында 1 ай қалғанда тағы да дегельминтизация жүргіземіз. Яғни Қазақстанның оңтүстік шығысында қой мен ешкіні жылына 3 рет, қаңтар, мамыр, қыркүйек айларында, ірі қара малдарға 2 рет, қазан, ақпан айларында, яғни дәрілейміз. Ал оңтүстік батысында Еділ, Жайық, Сырдария өзендерінің суы жайылымды басып кететін аудандарында қой, ешкіні қаңтар мен қыркүйек айларында, ірі қараны 4 рет, ақпан, мамыр, тамыз және қараша айларында дәрілейміз. Фацелиозге жүргізілетін санитарлық шаралар батпақты сазды жерлерді, шалшық суларды тездетіп, ұлулардың биотоптарын анықтаймыз. Ұлуларды жою мақсатында олардың биотоптарында жылына 2 рет, мамыр-шілде аралықтарында оларды жинап, қоректенетін су құстардың өсіруін, су желігіндегі өсімдіктерді шабу жүргіземіз. Малды құрғақ, қырқалы жайылымдарда әр 2-2,5 ай сайын өрісін алмастыру арқылы бағу, малды ойпан, сазды жерлерде бағуға, тая салшықтардан, тұрып қалған сулардан суаруға тыйым салынады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.